Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге үй жағдайында дәмді етіп лакомканың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізе кетіңіз. Таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, үстінен құмшекерімізді саламыз, бір дана жұмыртқамызды жарамыз, сұйық майымызды құямыз, дрожжымызды саламыз, ванилинімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі араласқан соң үстінен ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Ұнды бірденен көп салып жібермеңіздер, қою болып қалмасын. Міне кішкене жұмсақтау болды. Үстінен сары майымызды саламыз. Бір ас қасық уксус құямыз, 6%. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырыңыз қолға жабыспайтындай болуы керек. Дәл міне көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайды. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Енді біз кремін жасаймыз. Сүтіміздің үстіне бір дана жұмыртқамызды жарамыз, құмшекерімізді саламыз, сары майымызды саламыз, кукурузный крахмалымызды саламыз, бір ас қасық. Жақсылап араластырамыз да орташа отқа қоямыз. Отқа қойдық. Қозғап отырасыздар қайнағанша. Қайнаған кезінде қоюлана бастайды. Қою болған кезінде, көріп тұрсыздар ма, қайнап жатыр. Қоюланып келе жатыр. Қоюланды. Дәл осындай қою болған кезде оттан өшіресіздер, салқын жерге қойып қоясыздар суығанша. Қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды майлап аламыз сұйық маймен. Майда бөліктерге бөліп қоямыз. 60 грамдай, көз мөлшеріне 60 грамдай етіп, майда бөліктерге бөліп қойдым. Бетін осылай жауып қоясыздар. Беті қаязымас үшін кішкене майлап жібереміз. Қамырымызды жаямыз. Қатты жұқағып жай жібермеңіз, кішкене ғана жайсаңыздар жеткілікті. Сұйық маймен майлаймыз. Осылай бетін біріктіріп қойып қоя береміз табамызға. Барлық лакомкамызды жасап алдық, міне осылай етіп. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста піскенше ұстаймыз. Пісті, бұлай ортасын ашып, кремімізді жағамыз. Алдын ала блендерден езіп алған держаңғағымызды шет-шетіне жабыстырып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Каналымның одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді басып, тіркеліп, поделиться етіп, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Дайын болды.